Сәлем достар, бұл видеода мен сіздің арман жұмысқа орналасуға қандай 4 амал жасау керек, сол туралы айтатын боламын. Негізінде амалдар көп қой, бірақ мен былай ойланып келе, осы 4 нәрсе маңызды деп шештім, сондықтан сол туралы айтып берейін сіздерге. Мен ойымша, өзіңіздің арман бір жұмысыңызға орналасу үшін сізге номер бірінші нәрсе ол резюмені қолға алу керек. То есть резюмені әртүрлі методпен жазуға болады, мысалы Word файлмен, мысалы өзіңіздің компьютеріңізде сақтайсыз, сосын оны әртүрлі вакансия бір нәрсе шыққанда жіберіп отырасыз да соны, немесе там PDF файлды. Бірақ ол не үшін олай дұрыс емес, себебі сіздің локальный компьютерде тұрған бір файл да, то есть локальный файл, ол тиімсіз да, ол деген сіз оны өзгертесіз, жазасыз, сосын бір вакансия шыққанда жіберіп отырасыз да ол файлды. Қанша вакансия, мысалы сіз 5 вакансияға жіберсеңіз, тек қана 5 қана вакансияға сіз көрінесіз. Бірақ сіз басқа бір жол арқылы көптеген вакансияға ашыла аласыз. Ол жолдың аты LinkedIn. Мен оны бәлен рет айттым өзінің инстаграмында, бірақ сонда да тағы да айтып кетейін. LinkedIn-де неге сақтау керек резюмені? Себебі LinkedIn деген ол өз-өзіңді жария ететін, өз-өзіңді паш ететін бір платформада. Өзіңнің тәжірибеңді, өзіңнің опытың туралы сол LinkedIn-да жариялайсың. Мен осындай адаммын, осындай тәжірибем бар деп бүкіл дүние жүзіне өзіңді көрсетесің. Сені банағы тек қана 5 вакансиядағы рекрутерлар ғана емес, бүкіл дүние жүзі сені көретін болады да LinkedIn-нен. Сондықтан бұл өте маңызды. Обязательно LinkedIn-нан профиль ашып, сол жерден резюмені сақтаңыздар. Ол сізге компьютеріңіздегі документ керек емес уже. Сол тек қана LinkedIn-нан резюмеңізді дұрыстап, сол жерден жаңартып отырасыз, сол жерден керек болса скачать етіп рекрутерға беретін боласыз. Ол номер 1 нәрсе жасау керек. Енді номер 2 нәрсе, мен жұмысқа кірем, вакансия тапсырам, резюмені дұрыстаймын деп қатты заморачиваться етпеу керек. Неге? Себебі оны істеу керек, істемеу керек емес. Ол сол үшін бірінші болып тұр ғой, ол тізімде. Оны істеу керек, бірақ оның пайдасы жоқ та, егер сен осы екінші нәрсені жасамасаң. Ол екінші нәрсе, ол опыт жинау. То есть сен уақытын кетірмеу керексің да, жаңа вакансиялар іздеп, қалай тапсырам деп. Сен параллельно жұмысыңды жақсы жасай беруің керек, керекті опытыңды, тәжірибеңді жинай беру керексің. Сол кезде уақыт кетірмеген боласың. Окей, енді тәжірибе жинауым керек, бірақ қандай тәжірибе жинау керек именно? Ол деген біздің үшінші шаг. Сіз деген постоянно жаңа вакансияларды қарап отыруыңыз керек. То есть notification деген нәрсе бар, то есть подписаться етуге болады да. Мысалы сіз өзіңізге керек жұмыс іздейсіз, допустим, Катарда, басқа елдерден іздейсіз, мысалы LinkedIn арқылы, LinkedIn-нан жұмыстарды іздеуге болады. Сосын сол іздеген поискті сақтап қоя аласыз да. Сол поискті өзіңіздің имейліңізге алып отыра аласыз. Допустим, мен іздеймін Катардағы программист жұмысы деп іздеймін LinkedIn-нан. Сосын соны сақтап қоямын. Маған почтаға келіп отырсын деп. И маған постоянно имейлға келіп тұрады. Мысалы, Катарда программист жұмыс шықса, маған келіп отырады. Вот Катарда осындай жаңа жұмыс шығып жатыр, жаңа вакансия ашылып жатыр. Қара деп маған беріп отырады. Бүкіл описаниесімен, барлығымен. Ол өте күшті бір мүмкіндік сізге. Мен постоянно соны жасап, қарап отырады менің жұмыстарды. Так, мына жұмысқа қандай требование керек, описаниесін оқимын, қандай талаптар бар, қандай сертификаттар өту керек деп, содан біліп отырамын да. Сондықтан сол үшінші шаг өте маңызды. Яғни жаңа жұмыстарды іздеп, соларға подписаться ету жаңа жұмыстарға. И последний 4-ші совет, бұл видеода айтқым келген, ол қатты заморачиваться етпеңіз да. Бір күні бұйырса табылады, өзіңізге ұнайтын жұмыс табылады. Сондықтан қатты уайымдамау керек та. Маған просто инстаграмда тоже жазады. Ойбай, мен қалып қоймайын, қалай тапсырамыз деп қатты қиналып отырады да. Сен просто опытыңды жинай бер, жұмысыңды жақсы атқара бер. Жайлап ол болады да, бір күндік нәрсе емес та ол деген. Может сізге 1 жыл керек шығар ол арманға жету үшін, может 2 жыл керек шығар. Сондықтан қазіргі өміріңізді ұмытып кетпеңіз да, өмір сүруге. Семьяңыз бар, бала-шағаңыз бар. Қазіргі өмірден ләззат алу керек та, то есть өміріңізді сүру керексіз. Белгілі бір ответственностьтеріңіз бар, соны жасаңыз, қатты заморачиваться етпеңіз, хорошо? Қорытындылайтын болсам, бірнеше нәрсе ол резюмені обязательно LinkedIn-на сақтау, дұрыстап оны толтыру, оны енді басқа видеолар көп айттым. Екінші мәселе тәжірибе жинау, уақыт кетірмеу. Үшінші мәселе подписаться ету жаңа вакансияларда. Постоянно қарап отыру имейлға келгенде.
И төртінші мәселе, қазіргі өміріңізді сүруге ұмытып кетпеу. Сол бүгінгі сізге айтам деген нәрсе осы. Сау болыңыз.